Assalamu алейкум, hürmetli студенттер. Бүгінгі лекциямыздың темасы жер ресурслары, биологиялық ресурслар, жер асты байлықтары, шығындылар машқаласы. Жоба текарында бүгін біз жер һәм биологиялық ресурсларды үйренеміз, жер асты байлықтары, шығындылар машқаласын көріп шығамыз. Өзбекстанның жер ресурслары оғда әрқилы болып, тегістік зонасы, бәлен жерлер, бәлен тау зоналар жерлерінен ібарат. Республиканың жер майданы 447,4 мың квадрат километрді құрайды. Жер фондының 61,5% ауыл қожалығында, 3,6% тоғай қожалығында пайдаланылады. 2% айрықша қорғалатын аймақтарға тиесілі. 4% санат карханалары, транспорт тармақтарының басқа ауыл қожалық емес жерлерінен тиесілі. 1,5% гидротехникалық һәм басқа су қожалық құрылыстары жерлері, 0,5% қала аймақтары жерлеріне тиесілі. 26,7% пайдаланылмайтын жерлерден тиесілі. Ауыл қожалығында пайдаланылатын жерлердің 82,2%, жайлаулар, мотлақтар 17,8%, айдалатын жерлерден ібарат. Республикада суғарылатын жерлер 43 мың квадрат километрден майданды иелеген болса, республиканың мемлекеттік тоғай фонды 16,2 мың квадрат километрге болып, оның 7 мың квадрат километр құмлық регион тоғайларына, 1,2 мың квадрат километр тау тоғайлары, ал қалған бөліктер дария бойы тоғайлары, ойпаттық тоғайларына тиесілі. Өзбекстан Республикасы жер ресурслары мемлекеттік комитетінің берген мәліметтарына қарағанда, жерлер сапасы бойынша төмендегіше бөлінеді. Сапасы жаман жерлер 0,3% құраса, орташадан төмен жерлер 24,3%, орташа жерлер 45,5%, жақсы жерлер 27,2%, ең жақсы жерлер 2,9% құрайды. Өзбекстанның жер фонды төмендегіше: табиғи жайлаулар 50,1% құрайды, суғарылатын жерлер 9,7% құрайды, ләлмікар жерлер 1,7%, тоғайлар 3,2%, басқа істетілмейтін жерлер болса 35,3% құрайды. Биологиялық ресурслар. Биологиялық ресурслардан зиян жеткермей пайдаланған биологиялық көптілікті сақлау экологиялық экспертизаның текарғы мақсатларының бірі болып табылады. Биологиялық ресурслар жаңа табиғат ресурслары болып, өсімдіктер, хайуанат әлемі һәм микроорганизмдерден түзіледі, һәм олар табиғи орталықтың барлық жерлерінде ұшырасады: жер, су, хауа орталықтарында. Өзбекстанның биологиялық көптілігі 27 мың түрден ібарат. Сонынан 15 мың түрі артығы хайуанлар болса, 11 мыңға жақын түрлер өсімдіктер, замарықлар, су отларын құрайды. Флора һәм фаунаның құрамы, олардың экологиялық жасау шариғатлары, парклары Өзбекстанның аймағында төмендегі 5 биографиялық зонаға ажыратылған. Яғни бірінші зонасы бұл тегістік шөл экосистемасы, тау алды, ярым шөл һәм сахралар, дария һәм құрғақ бойы экосистемалар, ығал аймақтар һәм дельталар экосистемалары, тау экосистемалары. Өзбекстанның флора һәм фаунасы түрлі жерінің көп түрлігі һәм олардың жасау орталығын қожалықтағы тікелей байланысты. Көп жылдар давамында биологиялық ресурстардан үзіліксіз түрде пайдалану олардың өзін-өзі қайта тікілеу мүмкіншіліктерінен талай жоғары болды. Жер асты байлықтары. Жер асты байлықтары табиғи орталық системасының жер ғары менен бауырлас байланысқан элементі болып, олар жансыз табиғат ресурстары болып есептелінеді. Өзбекстанның жер асты байлықтары оғда әрқилы болып, запастары болса көп болып, олар 100-ге жақын минерал шикі зат түрлерінен 2,7 мыңнан зият әрқилы пайдалы қазылма кәнлі жерлеріне өз ішіне алады. Республика хасыл реңлі, сирек ұшырасатын радиоактив қара металлар, тау руда, тау химия, жанармай, энергетика, шикі затлар, құрылыс материалдары, тұща минералдар, термал су ресурсларына бай. 9-дан артық кән ізлеп табылған болып, олардың тасдиқланған запастары 970 миллиард ақш долларына. Мемлекеттің ұлымы минерал шикізат потенциалы болса 3,3 триллион ақш долларын құрайды. Әр жылы республика кән жерлерінен 4,3 миллиард долларлық мөлшерде пайдалы қазыналар қазып алынбақта. Олардың қасына әр жылы 9,1 миллиард долларлық жаңа запастар қосылмақта. Республикада 142 нефт, газ, конденсат, 6 көмір, 34 хасыл металлар, 7
қара металл 54 реңлі һәм сирек ұшырасатын металлар 49 тау руда 19 реңлі таслар 37 тау химия 372 құрылыс материаллары һәм тағы басқа да деректер жұмыс алып бармақта. Кейінгі подтемамыз бұл шығындылар машқаласы. Шығынды деп бұл өзінің физикалық пайдаланатын қасиетін жойытқан материалға айтылады. Шығындылар барлық сферада пайда болады. Санат шығындылары, коммунал, болмыс шығындылары адамда іскерлігі нәтижесінде пайда болады. Қатты коммунал шығындылар бұл биологиялық емес болып бөлінеді, ал биологиялық емес қатты шығынды мусор деп аталады. Мусорды зерттеуші ілім гарбология деп аталады. Тикарғы шығындыларды шығаратын тармақларға ең міне көріп тұрғаныңыздай жылылық энергетика тармағында шығындылар көп шығады. Одан кейінгі орында автотранспорт, қара металлургия, құрылыс материалдарын істеп шығару, реңлі металлургия, нефтті қайта өңдеу һәм химия санаты тикарғы шығындыларды шығаратын тармақ болып есептелінеді. Шығындылардан қоршаған орталыққа қандай зиянды әсер көрсетеді? Санат шығындылары қоршаған ортақты потаслайды, экологиялық жағдайды төмендетеді, инсан денсаулығына зиянды әсер көрсетеді. Қала жағдайында пайда болған шығындылар қоршаған орталықтың санитариялық эпидемиологиялық жағдайын төмендетеді. Диққатларыңыз үшін рахмет.